сіздермен бірге Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің өндірістік оқыту шебері Самидолда Ескендір Фархатұлы. Естеріңізде болса, біз сіздермен автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету модулінің өндірістік оқыту сабақтарын бастаған болатынбыз. Қазіргі біздің қарастырып жатқан тарауымыз автомобильдің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету. Соның ішінде бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз аккумулятор батареяларына техникалық қызмет көрсету. Ең алдымен аккумулятор батареясын автокөліктен шешіп алып, жұмыс орнына алып барамыз өзімізге ыңғайлы жерге. Аккумулятор батареяларын автокөліктен алатын кезде бірнеше ережені есте сақтауымыз керек. Мен қазіргі жағдайда бірінші, ол біздің аккумуляторды бекітіп ұстап тұратын бекіткіш. Мен оны ағытып тастадым. Екінші, оң және теріс клеммаларды ағытатын кезде бірінші міндетті түрде теріс полюстегі клеммадан бастауымыз керек. Себебі, егер біз бірінші оң полюстен клеммадан ағытып бастайтын болсақ, біздің корпусқа, яғни металға тиетін болса, аккумулятор батареяларының қысқаша тұйықталуы орын алуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде теріс бағыттағы клеммадан бастап ағытамыз. Ол үшін қазіргі жағдайда бізде 10-шы кілт керек болады. Екінші, оң полюсті клемманы ағытамыз. Клеммаларды ағытып, аккумуляторды өзімізге жұмысқа ыңғайлы жерге алып барамыз, яғни жұмыс орнына. Аккумулятор батареяларына техникалық қызмет көрсету барысында ең бірінші техникалық қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауымыз керек. Ол үшін міндетті түрде бізде резеңке қолғап, арнайы киім және көзді қорғайтын арнайы көзілдірік және жұмыс орнында міндетті түрде резеңке төсем болуы керек. Техникалық қызмет көрсетпес бұрын ең алдымен аккумулятор батареясын артық шаң тозаңнан тазартуымыз керек. Ол үшін бізге щетканың көмегі қажет болады. Аккумулятор батареяларын артық шаң тозаңнан тазалап болғаннан кейін көрсетілетін бірінші техникалық қызмет ол аккумулятор батареялар банкаларындағы электролит деңгейін тексеру. Ол бізде визуалды түрде жүргізіледі. Егер біздің аккумулятор батареясының корпусы жартылай мөлдір, яғни прозрачный болатын болса, арнайы минималды және максималды белгілер қойылған. Ал кейбір өндірушілерде арнайы көру индикаторлары жасалынған, яғни тубустар. Осы арқылы біз электролиттің деңгейін визуалды тексереміз. Егер сіз аккумулятор батареясы банкаларындағы электролит деңгейінің төмен екеніне көзіңізді жеткізген болсаңыз, онда міндетті түрде сіз дистилленген сумен электролит деңгейін қалпына келтіруіңіз керек. Кейбір жағдайларда, яғни ол қандай жағдайлар? Аккумулятор батареясы корпусында жарық болса, болмаса аккумулятор батареясының қақпақтары арқылы электролиттің аққанына көзіңізді жеткізген болсаңыз, ондай жағдайда электролит құйылады. Электролит құятын кезде ескеретін бір жағдай бар. Құйылатын электролит тығыздығы мен сіздің аккумулятор батареясы банкаларындағы электролит тығыздығы сай келуі керек. Аккумулятор батареяларына күтім жасау және техникалық қызмет көрсетудің екінші этапы аккумулятор батареяларының заряд деңгейін электролит тығыздығы бойынша тексеру. Ол үшін бізге қажет болатын құрал жабдықтар жалпақ бұрауыш, яғни аккумулятор батареясының қақпақтарын ағыту үшін, және аккумулятор батареясы банкаларының тығыздығын тексеру үшін ареометр қажет болады. Ал енді бірінші аккумулятор батареясының қақпақтарын ағытамыз, шешеміз. Өздеріңіз білетіндей, әр аймақтың климаттық өзгешелігіне байланысты электролиттің тығыздығы әртүрлі болады. Біздің аймақ үшін қалыпты электролит тығыздығы сантиметр кубқа 1,127 грамм
болады. Ал енді өлшеуді бастаймыз. Бізде реометр құрылысы, яғни ішінде арнайы қалыпта орналасқан. Қалыптада біздің өлшем бірліктер бар. Яғни жоғары жағынан бастап 1,1 жүзден 15, 20, 25 және 1,3. Яғни бұл ең жоғары көрсеткіш. Бізге керегі 1,127, яғни 1 сантиметр кубқа 1,127 грамм электролиттен келу керек. Бірінші банкадан бастап тексеруді бастаймыз. Ескеретін жағдай, барлық 6 банкадағы электролит тығыздығы бірдей болуы керек. Айырмашылық 0,1, яғни бұл рұқсат етілетін айырмашылық. Бірінші банкадегі көрсеткіш 1,127, яғни қалыпты. Екінші банкамызда ұқсас. Үшінші банкамыз қалыпты. Төртінші банкамызда біздің өлшеу нәтижелеріміз барлық банкаларда электролит тығыздығының бірдей екенін көрсетті. Яғни бары қалыпты. Өлшеу жұмыстарын жүргізіп болғаннан кейін бағана біз тоқталып өткендей, заряд алу барысында біздің аккумулятордың ішінде, яғни электролит қайнау процесі жүзеге асады. Яғни қарқынды газ бөлінеді. Енді өздеріңіз білесіздер, ол газ бөлінгенде қысым пайда болады. Ол қоршаған ортаға шығып кету үшін арнайы тесіктер жасалынады. Яғни ол біздің қақпақтарда, және жалпы қақпақтардан шыққан зиянды газдар арнайы түтік арқылы қоршаған ортаға тарап кетеді. Яғни біздің келесі атқаратын қызметіміз осы түтіктердің, яғни тетіктердің, тесіктердің бітеліп қалмауын қадағалау. Яғни тексеріп, егер бітеліп қалған жағдайда орнын тазалап, қақпақтарды орнатамыз. Келесі атқарылатын біздегі қызмет, яғни аккумулятор батареясының күшін тексеру. Ол үшін бізге жүктеуіш аша, нагрузочный вилканың көмегі қажет болады. Бізде көрсетілгендей қызыл оң полюске жалғанатын бөлігі, және қара теріс полюсті жаққа жалғанады. Қазір бізде аккумулятордың тоқ күші көрсетіп тұр, 13 вольтты. Жүктеу ашасы деп өзі аты айтып тұрғандай, біз бұны, яғни стартермен жұмыс жасағандағы моментті келтіруіміз керек. Яғни ол дегеніміз астында арнайы тумблер арқылы біз аккумуляторға күш саламыз. Яғни ол 5-ке дейін 5 секунд аралығында, егер аккумулятор батареясының күші 9 вольтқа дейін түсіп орнына қарай төмендемесе, біздің аккумулятор қалыпты жағдайда жұмыс жасап тұр деген сөз. Тексереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Көріп тұрғандарыңыздай, аккумулятор 11 вольтты ұстап тұрды. Яғни біздің аккумулятор қалыпты жұмыс жасап тұр деген сөз. Қолданысқа дайын.
аккумуляторды автокөлікке орнатсақ болады. Автокөлікке аккумулятор батареяларын орнату барысында тағы да бір көрсетілетін техникалық қызметтің бірі аккумулятор батареялардың оң және теріс полюс стіктерін арнайы маймен майлап қою керек. Себебі аккумулятор батареялардың клеммаларында тотығу процесі жүзеге асуы мүмкін. Окисление болатын болса, яғни тотығу процесі, бұл жерде бізде сама разряд, яғни аккумулятор батареясының өздігінен разрядтауы орын алады. Сондықтан арнайы маймен майланады. Орнататын кезде бірінші оң полюстен бастап саламыз. Және берік тартылуын қадағалауымыз керек міндетті түрде. Және ешқандай да үстіне нұру немесе күшпен кіргізу жүзеге асырылмауы керек. Екінші, теріс полюсті бекітеміз. Аккумуляторға жүйелі техникалық қызмет көрсетудің тағы бір түрі аккумулятордың бетіндегі артық шаң тозаңдарды 10%-тік нашатыр спиртімен сүртіп отыру ұсынылады.